Саламатсыздарбы? Бизнес кәсіпкерлік сауда-саттықтың пайда табуға бағытталған әрекеттің экономикалық түрі. Жеке кәсіптің немесе фирманың іскерлік қызметі, бизнес адамның табиғи қасиеттеріне немесе біліктілігіне байланыстылық түрі. Біздің бизнес жобамыздың басты тақырыбы ірі қара мал өсіру. Және біз өз кәсібімізді қорғай келе, бұл кәсіптің бірнеше түрі бар. Атап өтетін болсақ, ет тұқымды өсіру, сүт тұқымды өсіру, ет сүт тұқымдарын өсіру, сатуға арналған жас түйелерді өсіру. Осы кәсіптің бірнеше түрінен бағытталай атап өткенімізге қарай таңдайтын болсақ, 2017 жыл және 2021 жылдар аралығында нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Бұл бағытта 2 несиеге бағыттар бағдарламасы бар. Оларды атап өтетін болсақ, біріншісі аграрлық кредиттік корпорациясы және екіншісі ауыл шаруашылығы қаржылай қолдау қоры. Бұл бағдарламаның басты шарттары 6 миллион айын қаражат сомасын аламыз, несиелеу мерзімі 7 жылға дейін және үстемдік сыйақысы 6%. Мен осының бәрін ескере отырып сүт өнімін таңдаймын. Мысалы, 20 ірі қара сиырын 220 теңгеден алсақ, 5 миллионға шағылады. Оның 15%-ын жем шөбіне кетеді. Ендігі кезекте біздің жоба құнымыз 5 миллион 120 мың теңге. Бизнес модельдің канвасын толық бақты зерттейтін болсақ, басты құндылықтар бұл біз клиенттің қандай проблеманы шеше аламыз. Біздің ұсынысымыз несімен маңызды. Тұтынушылар сегменттері. Біз кім үшін жұмыс істейміз? Біз үшін ең маңызды клиент кім? Осы орайда жауап қайтаратын болсақ, біз кім үшін жұмыс істейміз? Біз халық үшін, тұтынушылар үшін жұмыс атқарамыз. Екіншісі өзара әрекеттестік арналары. Біздің клиенттер қандай арналар арқылы біздің құндылықтарымызды алғысы келеді? Қазір қай арналар арқылы алып отыр? Біз өз арналарымызды жарнама ретінде және атақты блогерлер ретінде өзіміздің жарнамамызды атақты етіп жариялаймыз. Клиенттермен қарым-қатынасымыз, әр сегменттің қарым-қатынасымыз қандай? Кіріс ағыны. Біздің клиенттер неше ақша төлеуге даяр? Әрине біздің сүт өнімдеріміз өте пайдалы және одан шығатын өнімдердің көпшілігі де халыққа тиімді болады. Және кіріс ағыны да бізге келісушіліктей болады. Біздің тарату арналарымыз қандай? Біз логистика жөнінде бет бұратын болсақ, өзіміздің жеке автокөліктер арқылы дүкендерге тасымалдаймыз. Бізге жұмыс істеу үшін қандай басты іс-қимылдар қажет? Біздің жұмыс істеу үшін басты қимыл әрекеттеріміз адамдарымыздың өзара бір-біріне жақсы оқып дамуы. Біздің басты серіктестіктеріміз кімдер? Және серіктестіктеріміз жанымызда ашылған фирмалар немесе дәл біз секілді жұмыс атқарып отқан адамдар десек те болады. Шығындар құрылымын есептей келе, бір бас күніне орта есеппен 8 литр сүт беретін болса, 20 сиыр 160 литр сүт бере алады. 30 күнде 4800 литр сүт бере алады. Ірі қара малдың сауым мерзімі 6 ай болғандықтан, біз 6 айға 4800 литрді көбейтетін болсақ, 28800 литр болады. Ал 28800 литрді 100 теңгеден сататын болсақ, біздің басты пайда көзіміз 2 миллион 800 мың теңге пайда қалады. Осы орайда әрине барлығын есептей келе, осының барлығын есептей келе жылдық табысымыз 3 миллион 500 мың теңгеден құрайды. Әрине бұл бизнестің шығыны бар. Оларды атап өтетін болсақ, жем, шөп, екіншісі жалақы, үшіншісі әлеуметтік аудандар, отбасылық шығындар, несие төлеу, салық. Осымен бизнес жобамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.